Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін мен сіздерге жылан мен тышқан ертегісін айтып беремін. Олай болса, ертегіні соңына дейін тыңдаңыздар. Бір тышқан тамақ істеп шығып, ініне қайтып келсе, бір жылан оның ініне кіріп жатып алыпты. Тышқан жыланнан жаман қорқып, қуып шығуға батылы жетпестен, ақыл сұрап көршілеріне барады. Көршілері ақылдаса келе тышқанға былай дейді: "Сен ол ініңді таста, басқасын қазып ал. Өйткені жыланға бәрібір ештеңе істей алмайсың. Қайта оны мазалай берсең, уланып сенің өзіңді жеп қоюы мүмкін. Сондықтан ең алдымен басыңның амандығын ойла", деді көршілері. Тышқан бейшара одан сайын қайғырады. Бірақ ол кек алуды да есінен шығармайды. Бір күні сейілдеп келе жатып, інінің аузында жыланның күнге қыздырылып жатқанын көріп қалады. Анадай жерде бір кісі ұйықтап жатыр екен. Тышқан әлгі кісінің мұрнын тістеп алып, таңға қарай тұра қашады. Әлгі кісі оянып кетіп, тышқанды тұра қуады. Сонда жүгіріп келе жатқан адам қарсы алдындағы жыланды көріп, тышқаннан гөрі жылан қауіпті ғой деп өлтіруге кіріседі. Адам жыланды өлтіріп, өз жөніне кеткен соң, тышқан қайтып келіп, бұрынғы ініне кіреді. Ініне кіріп алып, тышқан мынандай ойға қалады: уақытта әлсізге зорлық қылмау керек. Өйткені оған бұл заттың күштірек адам әрқашанда табылады, дейді. Достар, осымен менің ертегім аяқталды. Егер менің ертегім ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.